Так, ағайындар, қазір мен сіздерге әлі заводта қолданысқа шығармаған машинаны көрсетемін. Шок боласыздар. Қараңыздар, алдаңызда Genesis тұр и мына қасында мынау тұр. Енді мынаның объемы әжептәуір үлкен болып тұр. Так, мына жерде былай ғой, мына қараңыздар, мына шуруппен қатырып тұрып, осылай сыртын қаптап, чтобы адамдар көрмесін деп осылай жасайды. Не машинаға ұқсайды, алдына қарасаңыздар. Не машинаға ұқсайды? Қазірге табу қиын. Так, 22-лік размер, мынау уже татуы біраз пробег жүрген ғой, қараңыздар. Біраз пробег жүрген. Осылай айдап тексереді Кореяда. Так, 22-лік размер. Мына арқасы. Осым осылай айдап тексереді. Енді қараңыздар, тағы да бір қызықты жер. Ручка ғой, мына. Ручка қалай? Негізі бұлай ручка шығады, болмаса бұлай тұрады обычный. А мыналар ручканы мына жерге қойып жіберіпті ғой. Мынау сенсорный, короче. Зор ма? Енді қазір сіздерге айтайын, бұл не көлік екенін. Бұл BMW X5 G05 2026-27 жылы. Объем 3 литр болады екен. 381 аттың күші бар. Енді бұл көлікті қазір айдап неде жүрген машина, тестовый режимде жүрген машина. Осылай айдап тексереді екен. Осындайларды көріп тұрамыз.